Сусынды трубкамен ішуге болмайды. Денсаулыққа 3 түрлі зияны бар. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Нұреке доктор арнасына қош келдіңіз. Сусынды түтікшемен ішкен бір қарағанда ыңғайлы көрінуі мүмкін. Бір жағынан шөл қандыруға да болады. Алайда соңғы жылдары ғалымдардың зерттеуі бойынша сусынды бұлай ішуге болмайды екен. Оның 3 түрлі зияны бар. Бірінші зияны: түтікшемен бірге ішке асқазанға қарай көп ауа кіретін көрінеді. Түтікшемен сусын ішуді әдетке айналдырған адамның асқазаны аэрофагияға ұшырап, ауруға шалдығуы мүмкін. Екінші зияны: түтікшемен сусын ішкен адам қалай көп сұйықтық ішіп қойғанын байқамай қалады. Ал қазіргі сусындарда қант пен бояғыш қоспалар көп қосылатындықтан адамға зиян шаш етектен, артық калория мен салмақ, май жиналуға себеп болады. Үшінші зияны: трубкамен су ішкен кезде сорасыз. Ерін мен иек айналасындағы бұлшықеттер қатты жұмыс істейді. Соның салдарынан ерін мен иек маңайын әжім басуы мүмкін. Бір пайдасы: түтікшемен сусын ішу арқылы тісті тіс шегінен аман сақтауға болады екен. Алайда тісті аман сақтаудың ең оңай жолы ол қанты жоқ сусын ішу. Құрметті тыңдарман, назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар.